Сәлем достар, сіздермен жан-жақты арнасы. Каналға тіркеліп, қолдап, лайк басып кетеміз. Ал кеттік. Біз бүгін сіздермен жыландар неге өз-өзін жейді деген тақырыпта айтатын боламыз. Жыландар неге өз-өзін жейді? Жыландардың ес сезу қабілеті өте жоғары. Өз қорегін сол арқылы аңғарады. Дегенмен кейде бауырмен жорғалаушылардың денесіне басқа жануардың қаны жағылып, иісі сіңіп қалуы мүмкін. Сондай жағдайда жыландар өзін өзге жануармен шатастырып жей бастайды. Улы жыландар әдетте өздерін шақса да өлмейді. Өйткені олардың бойында өз уына қарсы тұратын антидиот бар. Дегенмен құйрығынан бастап бүкіл денесін толықтай жұтып жіберетін жағдайлар да кездескен. Египеттен археологтар өз құйрығын жеп жатқан жыланның суретін тапқан. Ол шамамен 1600 жыл бұрын салынған. Одан бөлек жыландар шала туған жұмыртқасын да жеп, сол арқылы энергия алады. Өйткені жұмыртқалайтын уақытта бауырымен жорғалаушылар өте әлсіз болады. Зерттеу көрсеткендей, жылан жұмыртқаларының шамамен 11%-ын жеу арқылы сол кезеңнен аман есен шығады. Бүгінге айтарымыз осы, қош сау болыңыздар.